Жеңілмейтін махаббат, Салтанат Найхан, қарындастар. Қара терге түсіп терлеген, жүрегі тым мазасыз, өмірі жоқ іздеумен тірлік кешіп келген арман, ұшқан ұясы құшақ жетімханасының алдында тұр. Жетімхана ғимараты сол баяғы сұсты, қабағын түйген қалыбы. Bir жаңарту жұмысы жүргізілмепті. Жетімнің өміріндей әлі жұпыны. Бар ойы ынтығы іңкәр. Қазір есік ашып қалса, алдынан баяғы 6 жасар іңкәр қыз шыға келетін сияқты. Ер туған жеріне. 15 жылдан соң сол жетімхананың есігін қағу. Есікті үлкен қорқынышпен тықылдатты. Есіктің ар жағындағы өмір құпия сыр, іңкәрдің тағдыры не болды? Ынтыққан сұрақ. Жетім көздер. Қарттықтың белін асқан, шашын ақ басқан тәрбиеші апа есік ашып, "Я жігітім, аманбысың?" деп Арманның сәлемін жылы қабылдады. Бірден іңкәр бар ма дегенде, алдындағы тәрбиеші апаймен бірге түрі өзгеріп кетті. Қалай сұрағаны енді, сезім ғой. Іңкәр кімің еді? Күтпеген күрделі сұрақ. Арман селк еткенде елең етіп, осында әлі осында екен-ау деген оймен апайдың екі қолына қуана жармасып. Ол тосылып қалды да, не дерін білмей кептелді де қалды. Сүйгенім десе осы жетімханадағы ғұмыры туғанындай қылған, көрген түсте көп нәрсені жылдам бойлап үлгерді. Көктөбе, Арман, өскен соң екеуміз үйленеміз бе? Жүзінде күлкі ойнақтап, "Қызым, апай, ол менің қызым." Арна Гүлжан апайлар біздің анамыздай болған. Бұл сөзден ішің жылымау, тас бауырлық әрине. Сан жетімнің анасы болсаң. Балам-ау. Ол апайларыңда кеткелі қашан? Іңкәр деген қыз жоқ бұл жерде. Қалай жоқ апай? Ол осында тұрған, екеуміз бірге, мен де. Сен бе? Деп есік алдынан ойсып ішке кіруін нұсқап, енді сенде ересектер қалмайды ғой мұнда. Өзің қашан кетіп ең? Екеуі топ бала ойнап отырған бөлмеге сөйлей кірді. 7 жасымда, деп жауап айтар айтпастан еліріп қатты да қалды. Көз алдында баяғы осы бөлмедегі өмір елестеді. Ол кезде іңкәр екеуімен қоса Болат деген баладан басқа қазақ жетімі болмаған. Енді мына көрініс көкірегін көрге айналдырды. Жартысынан көбі қазақтың қара домалақ ұлы мен қызы. Арман өзіндей тағдырдың соншама көбейгеніне кімге қарғыс айтарын білмей, езуінен кекете күлді. Қазақстан тәуелсіздік алған ел. Неге? Неге жетімдер көбейіп кеткен деп апайға айғайлауға азақ қалды. Қазақтың ұрпағы, болашағы деген тас түлек балапандары торға түскенін көрген Арманның отты көзінен шағым оқығандай сырт айналған апай. Жүр. Анықтама бөлімінен сенің іңкәріңді іздейік, суық сөйледі. Арман аяғына оралып жат адам келсе, жәудірей қарап, қандай сыйға келдің дегендей сұраулы қадалатын көп жетімнің бірінің басын сипап, апайдың соңынан ерді. Апай іңкәрмен кездесуге ойша дайындығын көп создырмай. Таптым, Қашқынбаева іңкәр. Я, сол апайдың сөзін бөліп жіберді. Қолындағы папканы ашып, 3 бұрыш хат пен анықтама қағазын алып шықты. Апай лақтанған ағаш орындығында ұзақ қозғалыссыз отырды. Анықтама қағаздан көзін тайдыратын түрі жоқ. Бар мүсінің ауыр салмақ басып қалған арбалы мұң таптап өткен дерсің. Іңкәр атын атап бір тоқтап, қайтыс болыпты балам. Анықтаманы сол қолмен теріс қараған қалыбы Арманға ұсынды. Қолы анықтаманы іліп әлі тұр. Арманның жылауға да шамасы жоқ, денесі дірілдей бастады. Басын қан қысып қатты ауырған сезінбе, қаш тістен көзін жұмды. Иегінің асты бүлк-бүлк етіп, қаралы хабар мықты буындырды. Балам, ұлым, есіңді жи. Апай даусын салмақтай сөйлей отырып үстелді қойып қалды.
Арман қас жауына қарағандай қан торлаған көзін апайға қадап аңтаманы алып оқи бастады. Құшақ жетімханасы, аңтама, аты іңкәр. Әкесі Берік, тегі Қашқынбаев. Ұлты қазақ, туған жылы 1990 жыл 1 қараша. Жетімханаға қабылданған уақыты 1990 жыл 6 наурыз. Қосымша, ата-анасы жол апатынан қаза болып жетім қалған. 2009 жылы жетімханадан кеткен. 2010 жылы қайғылы қазаға ұшырады. Аңтаманы үстел үстіне тастады да жағын таянып бір нүктеге ұзақ қарады. Қалай өлді екен апай, деді шамалы есін жиып. Бұл іңкәрдің саған қалдырған хаты болса керек, Орынбасаров Арманға, депті. Апай қолындағы хатты әп-сәтте қалай жұлып кеткен аңдамай терең күрсініп хатты оқи бастаған Арманға ана жүрекпен, бата тілекпен қарап отырды. Көз жасының шыбар-шыбар ізі қалған сары қағаз хат. Арман, асылым, бұл хатты оқып отырсаң, мен арманыма жеттім. Сенің бір хабарың келер деп сан жыл сарылып күттім. Өзімде іздеп сұрамаған жерім жоқ. Жүрек ұшырата алмадым. Қандай азамат болдың сен? Көз алдымда ең соңғы рет іңкәр, мен сені сүйем деп екі шет елдің жетегінде кетіп бара жатқан мүсінің қалыпты. Әлі көз алдымда. Сол сәттен бастап менің өмірім құрдымға кетті. Түбі жоқ құдыққа құлап кеткендеймін. Сен келіп шығарып алар деушем. Бір-біріміздің тағдырымыз жұмбаққа айналды, Арман. Талай түндерім сені сағынып жылаумен өтті. Сары ала кенеп болған төсегімдегі жастығым куә. Баяғы көктөбедегідей, иә, үйленеміз іңкәр, деп келіп қалатындай көз алдында елес өмірге айналдың. Жарайды, оны қойшы, сабағымды жақсы аяқтадым. Есейе келе өмір аязы қыр арқамнан шегедей қадалды. 18-ден 19 жасқа аяқ басқанымда жетімханадан кетуіме тура келді. Амал не, сенімен бірге қол ұстасып бірге шыға алмадым. Алдым қорқыныш үрейге толы еді. Кеткенде қимай жылаған қалың жетім көздердің көз жасы анадай болған апайларымды әрең қиып кеттім. Нағыз жетімдік жетімхананың сыртында екен. Арман, сыртында. Бір таныс құрбыларыммен квартира жалдап тұрдық. Істемеген жұмысым, қақпаған есігім жоқ. Арқа сүйер жанашырың болмаған соң тек жылай береді екенсің. Осылай жеңілденем де желпінем, қайта тұрам. Бір күні бір байдың баласына күтуші болып жалдандым. Жетім екенімді білгеннен бе тым мейірсіз, қатал болды. Сол үйдің еркегі арам көзін қадап жалақтайтынды шығарды. Ары қарай қалай жазарымды білмеймін, өте ауыр, Арман. Ол оңбаған бар документімді тартып алып, басқа бір ең үйде күн қылып ұстады. Оны қойшы, бар абыройымды төгіп зорлады. Күнде өмірімді осылай құртты. Үйіне қамап қойды. Дәрменсіз күйге түстім. Жетімханамды қатты сағынып, мына сұм өмірге қарғыс нала айттым талай. Бір сорым ашылмады ғой, Арман. Алғаш етегім ашылып, абыройым төгілген сәтте сенен мәңгі күдерімді үздім. Кешірші, Арман. Сенің бетіңе қалай қараймын? Мен бір шошқа тезегіне отырғызылған тікенді гүлге айналдым. Өкшесі жез адамдарға. Өмірдің мәні, өмірге деген махаббатым, арман тілегім, қайраттым, бәрі ағып түсті. Бойында жаны бар демесең, адам кейпім жоқ. Не үшін кінәлімін? Нені қатестенім, Тәңірге аян. Шыбын жан шырылдауық, талай өзімді өзім өлтіре алмай шашымды жұлдым. Мүмкін сен сияқты асыранды болып кетсем, бәрі басқаша болар ма еді? Әлгі оңбаған әбден істеген соң мені адам саудасымен айналысатын хайуандардың қолына өткізіп жіберді ме, сатып жіберді ме, тірі өктердің арасына тап болдым. Енді талпынудың бекер екендігін ұғып осы хатты жазып отырмын. Көз жасым тоқтауды қойған, айғыздалған жазулар үшін ренжіме.
Сенімен мына өмірмен мәңгі қоштасып отырған жайым. Жетімхана өскен үйімнен осы хатты тауып алған күні мені бұл өмірден іздеме. Сені бақида күтем. Екеумізді Құдай сонда қозар. Сені сағындым. Қолындағы хаттың бетіне кезек-кезек тамшы тамды. Үздіксіз. Қан, жас, қан, жас. Бар жан тән талшықтары үзіліп кеткендей көзінен жас саулады. Апайдың да зәресі зәр түбіне кетіп, орамалмен бет-аузын сүрте бастады. Балам-ау, өмір қашан оңай болып кімнің басынан сипап еді деп бір стақан суық-суық ұсынып құшағына қысты. Аздан соң Арман орындықтан денесін зорға ажыратып, стақандағы суды тоқтаусыз жұтты да, тарс еткізіп үстелге қойып, аяғымен жер жыртып бара жатқандай ауыр басып жетімханадан шығып кетті. Ерік-жігерін жинап, ең бастысы отанға оралған қуанышын медеу етіп, есін жиғандай бір ай уақыт өтті. Өз елінде өз қазағының арасынан түтін түтетіп, отбасын құрып, үзілген тамырын жалғап ұрпақ көреріне қуанды. Қазақтың тәуелсіз елінің жай күйін көрді, бағамдады. Келген елден көргені көп, ел болашағы үшін мерейі өсті. Кей тұстарына кейіді, таңдай қақты. Іңкәрді қорлаған қазақ кімді болсын қорлаудан тайынбайтындай көрінетін сәттер азайды. Ондай опасыздар қайда да бар. Теңіздің ар жағынан қарағанда тазамыз ғой, деп жұбанды. Қандай салада, қандай қызмет істесе де, ел ертеңі гүлденерін нық білді. Тек тез етек жеңді жинау керек. Шамшырақпен аралары жақындай түсті. Елге келген деген мақсаттары бір. Қызда Арман да бір-бірін таңдаған. Шеттен бірге көшіп келген сезім бар. Сүйіспеншілік орнады. Адам Арман асырап баққан әкенің атын тура сол күйінде қалдырып, Адам Арман деп Қазақстан азаматтығын алды. Шамшырақ сол шарапат болып тапсырды. Жетімханағадағы апайы қойған фамилия екен. Шарапат Шамшырақ қалдыруды жөн көрді. Арман теңіздің ар жағында қалған әке мен шешесін жиі ойлап мазасызданатында. Сағыныш та жоқ емес. Уақыт өте оған да көңілдікті үйренді. Бір күн Шамшырақты Көктөбеге ертіп келіп, іңкәрмен өткен сәтте естелігін төгілтіп айтып берді. Екеуі қосылып жымиып күлді, күрсінді. Сөз арасындағы аз үнсіздіктен соң Шамшырақ маған көзін төмен салып, аяғымен жер шұқып, маған тұрмысқа шықшы деп ұсыныс тастады. Шамшырақ іштей солай боларын сезіп қуанатын. Бірден: "Иә, Арман, келістім. Екі рет қайталап қос алақанымен бетін басып жылап жіберуге жақындады да, жалт бұрылып, екеуміз балаларымызды тастап кетпейміз, иә, Арман?" деп іңкәрдің сөзін қайталады. Әрине, бір баламыз ақын, бір баламыз әкім болады деп Шамшырақты құшағына алды. Екеуі серттесіп кеш бата жалдамалы пәтерлеріне келді. Көп уақыт өтпей мешітке барып некелерін қидырып ерлі-зайыпты атанды. Жұмыс та оңғалып жүріп кетті. Ағылшынша еркін сөйлейтін екеуі тез көтеріліп жаңа армандар туды. Шамшырақ Арманды үлкен қуаныштың боларымен сүйіншілеп қуандырды. Аяғы ауыр болғанына бір айдан асыпты. Арман өзін өмірдегі ең бақытты адам санады. Әке боларын әлде сәбилі боларына сенер сенбесін білмей, Шамшырақта алтын сөздердің аптабына салды. Отбасында романтикалық кеш жасап атап өтті. Өмірлеріне қара жолақ қосылмады. Бақыт деді. Үйленгелі, мәре-сәре. Шамшырақтың іші үлкейіп, ұлы той жақындап келе жатқан. Жұмыстан қайтқан Арман әйелінің айна алдына қойған ерекше бітімді қобдишасына көзі түсті. Қазына, құпия сақтайтын нағыз сыр сандық. Шамшырақтың өзіне ғана мәлім дүниесі. Құпиясы осы сандықта жатқандай тап беріп ала берді де үркей қарады. Ыңғайсызданды. Сан оқталып сан қайтты. Жыбырлақ нәпсі қоя ма? Ақыры ашып қарады. Сандық тұрған орында қолынан ақ тарылып түсті. Еденде әртүрлі заттар, асық, хат, алқа, тұмар шашылып жатты. Арман ажал келгендей аузы шала ашылып, сүтке малып алған бауырсақ ұқсап, әппақ сұр болып төсекке отыра кетті.
Аздан соң алдында шашылып жатқан заттардың арасынан жауырын сүйегінен ойып жасалған тұмаршаны көтеріп қолына алды. Шыққыр көз, неге шығып кетпейді? Сүйек тұмарда Орынбасарова Шамшырақ деп ойып жазылған. Не істерін білмей Арманның тынысы жиілей бастады. Өмірі өшіп, бықсып бара жатқанда іштей жанталас. Сонда мен не істедім? Отырған орнында екі қолын желкесіне салып, өзін шыжғырып жеп қоярдай. Орынбасаровасы нес? Ойы сабылып тұрлау жоқ. Үрейге толы қимылдармен өз сандығын шкафтан шығарды. Бір қолда Шамшырақтың тұмары Орынбасарова, екінші қолда сандық. Ішінде өз сандығын ашу азап. Нағыз азапты сәт бастамасы. Екі тізесі, екі қолы үздіксіз дірілдей берді. Нерв жүйесі еріктен кеткен. Тарс етіп дауыстан оқырына еденге қарады. Қолындағы сандығы құлап, ішіндегі заттары бытырап көзге ұрды. Бірден сүйек тұмары. Сәт іліп қолына алды. Орынбасаров Арман. Екінші алақанын ашты. Орынбасарова Шамшырақ. Ойын жадылаған қос ныспа. Аумайды, сүйегі де өзі де. Умен ащы запыран ойнатып, желе күлді де. Жоқ, деп айғайлаған даусы үйдегі ілулі заттардың бәрін теңселтті. Арман, жаным, не болды? Жүзіне үрей қысқан Шамшырақ бөлмеге жүгіре кіріп, күйеуінің жүзін көргенде аузынан кібіртіктеп сөз де шықпай. Не болды, Арман? Әрең сұрағын аяқтады. Арман атып тұрып әйеліне, анығы қарындасына қадалып аз тұрды, өз үйінен қашып шықты. Арман алғаш өлгісі келді. Өкіріп жылаған даусы өзінен басқаға қорқынышты. Жылай жүріп ой түбіне жете алмады. Кім кінәлі, Құдай ма, тағдыр ма, өзім бе? Қарындасымсың деп қалай айтам, қалай, неге бірден тұмар туралы айтпадым екен? Ол да жасырған несі, қарғыс атсын. Бұлай өмірге әкелген әкені ананы қарғыс атсын. Қаны бір қарындасым, ағасынан екі қабат сұмдық. Мұнан өрескел сұмдық болмас. Қандай бала дүниеге келмек? Туғанда жер бетіне жат адам жетімек болып келген екем. Туған жер іздеп келгенде тартқан сыйың осы ма? Іңкәр сосын. Оның қарындасымның не кінәсі бар? Оны да құрттым. Неге ғана кездестім онымен? Одан да жат елде жемтік болып өлген жақсы еді ғой. О, Құдай! Ішкі арпалыс, ес-түс жоқ жүгіріп барады. Арман деп дымға да түсінбей Шамшырақ дауыстап соңынан іле жүгіріп келеді. Арман еш жоқ қара жолға қойып кетті. Ары-бері ағылған көлік аса өзендей тілсіз жау. Арман деген Шамшырақтың дауысы шыңғыра шығып, Арман ұшып келген көлікке соғылып, жансыз денесі сан метр жерге домалап барып сұлық түсті. Быжылдаған Шамшырақ қасына келгенде қып-қызыл қанына малынған Арманды көріп есінен танып қалды. Есін жиғанда емханада екен. Белгісіз полиция матаға ораған қос сүйек тұмарды Шамшыраққа әкеліп берді. Жатқан палатасы биік 7-ші қабат.